Барлықтарыңызға сіздермен бірге бүгін Альберттің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге старший составтың буднийін көрсететін боламын. Видео басталмай тұрып, каналға подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткені біздің цель 100 подписчик. Ал мен көп сөзбей бастайын. Мен правительствоның 9-шы ранкіне тұрдым, және де міне мынаның бәрі автопарк осы. Мен қазір өз-өзіме лицензия беремін, және де содан кейін біз уже және де автопаркты көріп бастаймыз. Так, болды лицензия, мен соңғы лицензия, соны беріп болдым. Енді бізге қазір керегі правительство, міне осы жерде бір машина таңдайық. Например, бірінші болып, давайте Маздадан бастайық. Мазда бізде бірінші ранктен доступны, осындай өте жай жүретін машиналардың бірі деп санауға да болады. Екінші машина бізде Toyota Camry 3.5. Бұл бізде үшінші ранктен доступны болады. Осындай әдемі VIP заттарға арналған машина. Бұндай машина тағы да вроде бы ФСБ-да бар, осындай әдемі, бірақ оқта сері түс. Нята бәрі ақ түс. Келесі бізде машина ол Range Rover SRV, ол бізде 6-шы ранктен доступны. Осындай әдемі, вроде высокий классның машинасы, нормально жүреді, разгоны жақсы. Бәрі күшті бұл машинада. Келесі машина бізде Maybach. Бұл 7-ші ранктен доступны, өте әдемі. Жаңағы точно бұл высокий класста вроде 17 миллионнан сатылады. Осындай черный, прям әдемі. Тура осындай машина, кстати, ФСБ-да тоже бар. Келесі машина бізде осындай міне бусик. Бұл Mercedes V-класс. Бұл неде грузовой жақта да сатылады. И бұл машина тоже ФСБ-да бар. Осындай әдемі, үстіне надо бір мигалка сияқты бір нәрсесі бар екен. Точно бірақ біртүрлі бір қап-қара цвет болып тұр. Былайша машинаның өзі әдемі, жақсы. Дәл қазір біз строй істейтін боламыз. Міне өйстіп чатқа жазамыз. Мен вице-губернатор болған кейін менде префиксы ВГ болады. Строй на парковке, неявка ВГ деймізді. И балдардың бәрін осы жаққа шақырамыз. Так, қазір күтейік енді балдарды. Не істейміз деп отырған кезде опана Илья Коптяев келіпті. Бұл біздің следящий за правительство, біздің Илья Коптяев администратор болып табылады. Тура қасыма келіп тұрыпты, тура кадрға. Бұмен біз амандасамызды, және стройымызды жүргізейік. Ешкім келген жоқ болғандықтан бұл баланды жүйре салайын, ол кете берсін. Достар, соңғы кезде видеолар аз шығатын болды да, мен өзім де байқадым. Мен видеоларды көбірек шығаруға тырысатын боламын, өйткені бізде көптеген норма, а также мен осы первым Discord серверінде старший модератормын, и скоро кураторға қарата бара жатырмын. Бұл туралы көп айта бермеймін, өйткені бұл секретная информация деп санауға да болады. Сондықтан достар, видеоны көп шығаруға тырысатын боламын. Қазір мен собеседование істейтін боламын. Департаментский чатқа ал деп жазамыз, және де так как не услышав ответа, занимаем голос волну на 11:50 деп жазамыз. И қазір правительствоға қарата барамызды, собеседованияны брондап қоямыз. Міне чатқа қарап тұрсаңыздар, вы успешно установили описание мероприятия автоматически активировано деп жазылып тұр. А значит, сағат 11:50-де бізде ровно осы жерде собеседование шығатын болады. Мынау бір бала машина жоқсыз келіп жатыр. Бұл чисто РП ситуация деп айтуға да болады. Сол РП ситуацияны істеткізейік бұған. Достар, осымен видео біте берсін. Сіздермен болған мен Альберттің. Осындай қысқаша ғана видео шықты. Мен Пермь серверінде ойнаймын. Барлықтарыңыз сау.